false, not given деген сұрақтарға жауап беру керек болады. Кейбір сұрақтар осындай болып келеді. Одан қорықпау керек, бірақ өте жаңағы аккуратный болу керек бұл жерде. Мысалы, сізге бір текст беріледі, соның ішінен мына ақпараттар шын, өтірік немесе берілмеген деген жауап табуыңыз керексіз. Оны қалай іздейміз? Ең көбіне адамдар, балалардың, студенттердің тапсыратын IELTS-ын шатасатыны, егер ақпарат жоқ болса, онда жоқ, false деп жазып жібереді. На самом деле олай емес, ақпарат жоқ болса, not given деген жазылу керек. False деп жазылады тек қана сол жағдайда, егер мына сөйлем тексттағы сөйлемге қарама-қарсы. Мына жерде мысалы құмырсқа нан жейді десе, мына жерде құмырсқа нан жемейді деп жазу керек. Сол кезде ғана false болады. Ал егер мына жерде құмырсқа нан жейді, мына жерде құмырсқа фрукты жейді десе, онда ақпарат берілмеген. Ол біз білмейміз, ол нан жеуі мүмкін. Бұл мына жерде тек қана бізге фрукты туралы айтылған. Значит, ол not given деген болады. Осы жерде мына кейде yes, no, not given деген болады. Yes дегеніміз ол true, false дегеніміз ол no, not given деген not given. Екеуін алмастырып жазса, ешқандай да қате болмайды. 1 мен 5-ші сұрақтарда осындай true, false, not given келген. Мен 3-еуін ғана алдым, себебі осы үшеуінде true, false, not given бар. Өздері де айтып қояды, міне қараңыздар. True десе, if the statement agrees with the information дейді. Яғни, мына statement, яғни берілген сөйлем, мына тексттің ішінде, бұл бір абзац қана осындай. Бұндайдан бір 5 абзац, 7 абзац болады. Осы абзацтардағы ақпаратпен келіссе дейді. Agrees деп тұр, көрдіңіздер ме? Келіссе, онда ол true деп жазасыздар, немесе yes деп жазасыздар. Егер if the statement contradicts деген қарама-қайшы келеді дейді, онда ақпаратпен қарама-қайшы келсе, онда false деп жазу керек. Not given, яғни if there is no information on this. Жаңағы айтқандай, құмырсқаның нан жейтін, жемейтіндігі жазылмаған, оның тек қана фрукт жейтіндігі жазылған. Сондай болатын болса, not given деп жазу керек. Енді бізде мына текст берілген. Бұл жерде жаңағыдай айтқандай, ең біріншіне оқыған кезде біз сызып алуымыз керек. Керек сөздерді сызып алуымыз керек. Мысалы, unique to this region, step-walls are often architecturally complex and vary during their heyday, leisure, most step-walls. Гуджарат деген сөз, ол ерекше сөз. Дұрыс па? Неге? Өйткені ол үлкен әріппен басталады. Соны сызып кетуіміз керек. Оқыған кезде, оқып келе жатып, сызып кетуге болады, немесе оқып болғаннан кейін де тез сызып шығуға болады. Чтобы 2-3 нәрсені бір уақытта істей алатын болсаңыз, онда Раджастан деген сызамыз. Неге? Өйткені үлкен әріппен жазылған. Ол Ctrl-C, Ctrl-V, Дели, қаланың аты. Бізге мысалы осылай сызып қойдық. Енді қараңыздар, ақпарат мына жерде оқыған кезімізде сұрақтарды бірден осындай сызылған жағына қарай жүгіріп барғанымыз бізге көп уақытты үнемдейді. Енді бірінші сұраққа жауап беріп көрейік. Examples of ancient step-walls can be found all over the world дейді. Яғни не дейді? Examples дейді, мысалдары, то есть түрлері, образцы, табылу of ancient step-walls. Ежелгі step-wall дегеннің қазір step-wall дегеніміз, яғни ойылған құдық қой, бірақ ол үлкен болады. Сосын оның түбіне түсу үшін жаңағыдай стептер жасап қойған, баспалдақ жасап қойған. Ағаштан көру. Неден? Жерді ойып жасағанда, сонда балшықтан былай етіп түсесіздер, и төмен су толса көп түспейсіздер, бер жағына ғана түсіп, 1-2 ғана не түсіп су ішеді ме? Немесе құрғақшылық, қуаңшылық болған жағдайда су астыға кетіп қалады. Сонда жаңағы стептермен, баспалдақтармен төмен түсу арқылы суға, таза суға жететін құдықтар жасап қойған ғой. Былайша айтқанда. Сонда айтады, examples of ancient step-walls, жаңағыдай құдықтардың can be found all over the world дейді. Бүкіл әлем бойынша табуға болады дейді. Енді мен осы сұрақтардың жауабы бар абзацты ғана қиып алдым, сондықтан осы жерден оқиық. Unique to this region, step-walls are often architecturally complex and vary
widely in size and shape. Бұл жерді оқып шықсаңыздар, түсінесіздер, что бүкіл әлем бойынша деген жер айтылған жер жоқ. Сонда бұл not given ба? Жоқ, бұл not given емес. Examples of ancient staples can be found all over the world дейді. All over the world деген бүкіл әлем бойынша табылады деген сөз. Яғни осындай степлдар әлем бойынша бар дейді. Ал бірақ ең бірінші сөзі мына жерде unique to this region. Бұл жерде осының алдындағы абзацты оқу керек, өйткені бұл абзацта Индия туралы айтады. Көбінесе индиялықтар осыны ойлап тапты деп, өйткені қуаңшылық көп болған екен Индияда. Солардың архитекторлары ойлап тапқан. Архитекторлар дегенде енді 1700 жылдар, 11 ғасырлар сондай кездер ғой. Unique to this region. Unique to this region дегеніміз ол осы регионға, яғни жаңағы Гуджарат, Раджастан, Индияға уникальный, яғни басқа жерде қайталанбайтын деген сөз ғой. Сонда ол басқа жерде бола алмайды step wells'тар. Өйткені олар unique to this region. Ол жаңағы регионға, яғни Индияға уникальный. Одан басқа жерде ондай жоқ. Сондықтан ол уникальный ол жерде. Сондықтан бұл бірінші біздің сұрағымыздың жауабы false болады. Неге? Өйткені ол бүкіл әлем бойынша табылмайды. Өйткені ол қарама-қайшы болып тұр ғой ақпарат. Бір ақпарат екінші ақпаратқа. Мына жерде айтады, сұрақта айтады. Бүкіл әлем бойынша табуға болады дейді. Ал мына жерде айтады unique дейді. Бұл осы регионға уникальный дейді. Басқа жерде табылмайтын. Уникальный деген сөздің мағынасы сол басқа қайталанбайтын, басқа жерде жоқ деген сөз ғой. Уникальный осы регионға ғана тән жаңағы сооружение, былайша айтқанда жаңағы құдықтар. Сондықтан бұл жерде false болады. Not given емес. Басқа мемлекеттерде бар екендігі айтылмаған ғой деп not given жазып кетуге болмайды бұл жерде. Not given емес, бұл жерде false. Өйткені бұл жерде айтып тұр. Бұл нәрселер осы аймаққа уникальный. То есть тек осы аймаққа ғана тән деген ғой. Екінші, step wells had a range of functions in addition to those related to water collection. Step wells'тар, жаңағы төменге түсіп су ішетін құдықтар, had a range of function. Бар дейді, көп функциялары, яғни қызметі көп дейді. In addition to those, қосымша дейді. Сол функциялар, бір функциялар бар, соған қосымша тағы да жаңағы функциялары бар дейді. In addition to those related to water collection. Яғни оны ең бастапқы идеясы адамдардың су жинауға, адамдарға таза су жер астынан бетіп қазып отырмай-ақ, бірден барып сол жерден жердің астындағы суды, таза суды ішіп алуға мүмкіндік жасағаннан басқа да қызметтері бар дейді. Соны енді тауып жазып көрейік, іздеп көрейік. Уникальный, осы регионға уникальный степлдар көбінесе complex and vary widely in size and shape. Күрделі, әртүрлі болып салынған, яғни vary widely, жаңағы өзгеріп тұрады. То есть біреулерде басқаша құдықтардың түрлері, біреулерде вообще басқаша. Оларды жаңағы step wells деп Google-ға енгізіп көрсеңіздер, көресіздер. Әртүрлі түрі шығады. Яғни таза суға деген доступ жасап қою үшін солай ойлап табылған нәрсе екен. During their heyday, they were places of gathering, of leisure and relaxation, and of worship for villagers of all but the lowest classes. Суды жинағаннан басқа, олардың айтады, they were places of gathering, то есть адамдардың жиналатын жері болды дейді. Of leisure and relaxation, сол жаққа барып демалып, күн қатты ысыған кезде невозможно болып кетеді екен өмір сүру жердің бетінде. Сосын олар жаңағыдай step wellдардың ішіне барып демалатын болған. Мына жерде қай жерден табылғандар туралы айтылған. Соны айтады, some were located in
in or near villages. Кейбір осы степлдар орналасқан дейді ауылдардың ішінде немесе жанында. In or near дейді, иә? As public spaces, яғни общественное место дейді ғой жаңағыдай. Барлық халыққа арналған орын ретінде орналасқан дейді. Орын ретінде болып табылған дейді. For the community, осы жаңағы белгілі бір адамдардың тобына, иә? Others were positioned beside roads as resting places for travelers. Кейбіреулері дейді жаңағы степлдардың жолдың бойында болған дейді. As resting place for travelers. Демалушыларға, жаңағы жол жүрушілерге демалатын орын ретінде орналасқан дейді, болған дейді. Сонда оның жаңағы степлдарды тек қана су алып, су жинау үшін емес, сонымен қатар адамдардың демалуына, адамдардың жиналуына бас қосатын жер ретінде болып табылған екен. Сонда біздің екінші сұрақтың жауабы қандай болады? True болады, иә? Өйткені айтады, степлдардың су жинаудан басқа да қызметтері болды дейді. Онда бұл біздің true болады. Біріншісі false болды, екіншісі true болды. The few existing staples in Delhi are more attractive than those found elsewhere. Мына жерде мен қиып алған абзацта ғана кездеседі. Delhi деген сөз басқа абзацта кездеспейді. Дәл осы степлстар туралы тексті мен талдаймын. Алла қаласа, сонда салған кезде көздеріңіз де көресіздер. Енді қараңыз, мына тексттің ішінен Дели дегенді сызықтарға қарамай тауып көрсеңіз қиын болады, иә? Ал егер тек сызылған нәрселерді ғана қараңызшы, бірден табасыз Делиді. Енді the few existing staples, кішкене ғана, саны бойынша кішкене ғана жаңағы степлдар, құдықтар Делида are more attractive, яғни көзге бірден түсетін, жаңағыдай привлекательный дейді ғой қазақша, қалай болады ол? Көзге бірден түсетін, сондай болып табылады дейді. And those found elsewhere, басқа жердегі табылғандарға қарағанда дейді. Бірақ енді оқып көрейік. Дели деген сөз тек осы жерде ғана бар. While a few also, енді оқиық мынаның ішінде. Most staples are found dotted around the desert areas of Gujarat where they are called vav. Көп жаңағыдай құдықтар көбінесе жаңағы нүкте болып табылған. Нүкте дегенде андай точечно табылған the desert areas. То есть жаңағы пустынный жерлерде, шөлді жерлерде Гуджараттың, олар оны вав деп атаған, Раджастанда табылған, where they were called Баури деп аталған Раджастанда, Гуджаратта вав деп аталған жаңағы степлдар. While a few also survive in Delhi. Делида кейбіреулері тоже аман қалған дейді. Бірақ бұл жерде ары қарай оқысақ, жаңағы біз бұл жерде жаңағы қызмет туралы айтылды, басында да қызмет ретінде туралы айтылды. Басқа жерде Делидағы степлдар басқа степлдарға қарағанда әдемірек деген ақпарат жоқ, мүлдем. Олар әдемі болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, біз оны білмейміз. Бізге берген мақаланың ақпараты бойынша ол ондай ақпарат жоқ. Сондықтан үшінші сұрақтың жауабы not given болады. Осы жерде мына yes, no, not given дегенді, немесе true, false, not given дегенді тағы да бір түсіндіріп кетейін. Мысалы, артиклда артикл деген мақалада айтылуы мүмкін. Apples first originated in South Africa 3000 years ago. Алмалар біріншіден оңтүстік Африкада 3000 жыл бұрын пайда болды. Ал жаңағыдай мына жердегідей стейтменттің ішінде мына сұрақ болуы мүмкін. South Africans are the first people to eat apples. Оңтүстік африкандықтар болды бірінші адам алманы жеген деп. Бірақ бұл жерде
көбісі ойлап қалады дейді. Мен may answer yes. Деген сұрақ жауап айтып қалуы мүмкін дейді. Because when apples originated in South Africa, көбінесе оңтүстік Африкада шыққан десем, онда көбінесе адамдар ойлайды, что африкандықтар бірінші жеген болып жаңағы анық деп айтып қалуымыз мүмкін. Егер ол Африкада ойлап табылған болса, Африкада бірінші егіліп, бірінші өсірген болған болса, африкандықтар бірінші жеді ғой деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ егер жақсылап ойланса дейді, you will find out that it can be some travelers from other regions going there and eat apples. Жаңағыдай өзі өсіп тұрған алманы барып басқа саяхатшылар барып жеген болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде 100% ақпарат жоқ кім именно жегендіктен дегендігі. The answer should be not given болу керек дейді. Себебі if the writer didn't give you any more information about the statement, бұл жаңағы сөйлем туралы басқа ақпарат бермеген болса, онда ол not given деген жауап болу керек. Бір ойлаған кезде yes сияқты болу керек. Алмалар ең бірінші Африкада 3000 жыл бұрын өсірілген десе, значит оны африкандықтар жеген ғой деп ойлап қаламыз. Бірақ ол әртүрлі ол текстті жаңағы мақалада конкрет соны айту керек. Бірінші болып жеген осындай тайпаның, оңтүстік Африканың тайпасы осындайлар жеген деп айту керек. Егер yes болатын болса. Егер ондай ақпарат болмаса, ол ондай мағына бермейді, ол африкандықтар жеген деген. Сондықтан бұл жерде де жаңағы yes, no, not givenнің арасындағы айырмашылық. Ол ақпарат 100% болу керек мақалада. Так. Ары қарай. Кейбір кезде qualifiers are words that modify other words to limit or enhance its meaning дейді. Жаңағы мынандай qualifierстар бар, яғни қазақшасы stew дейміз бе? Stewлер бар. Slightly, sort of, somehow, яғни шамалы ғана, сол сияқты, сондай бір жолмен, қандай да бір жолмен, мүмкін, көрінеді деген сөздер бар. Және жаңағы стюлер бар, который әрқашан, ешқашан, әрбір, барлық деген стюлер бар. Солардан көңіл аудару керек. Солар кейде ақпаратты мүлдем басқа ақылды жібереді. Мысалы, жаңағы біздің мақаламызда оқыған. Some European governments are against the wave of refugees from the Middle East. Орталық батыс ба? Жаңағы Middle East деген жаңағы Иран, Ирак, сондай жерлер. Some European governments are against it. То есть қарсы дейді, шығарып жіберуге refugee'ларды, жаңағы қашқындар дейміз ғой, босқындарды қуып жіберуге қарсы дейді. Some Europeans дейді. Бұл жерде кейбір дейді. Ал сөйлемде бізде жаңағы сұрақ ретінде келген кезде all European governments деп келуі мүмкін. Сонда some дегеніміз, яғни 10 мемлекет болса, мысалыға Европада, соның кейбіреуі ғана, 3-4 ғана қарсы. Ал мына жерде all European деген барлық Европаның, оның ішіндегі 10-ның бәрі қарсы дегенді көрсетеді. Бірақ бұл мағына бермейді. Бұл жаңағы yes деп жауап беруге болмайды бұл жерде. All sentences are the same except for some and all. Яғни басқа сөйлемдердің қалған бөліктері бірдей, some мен all'дан басқа дейді. Some and all have totally different meanings. Therefore, the answer is no. Some мен және all деген, some деген кейбір бөлігі ғана. Егер 10 нәрсе болса, оның 3-4 ғана деген сөз. Ал all деген 10-ның барлығы деген сөз. Сондықтан бұл жерде жауап жоқ болады. Себебі барлық европалықтардың жаңағы правительстволары қарсы дегенге сөйлем, ал мына жерде кейбір европалық правительство қарсы. Екеуінде разница бар. Сондықтан олай емес.
No. Мына жерде жауабы no болу керек. Сондай, кішкентай детальдарға көңіл аудару керек. Some, all деген сияқты.